Қарттың ұлына өсиеті. Бір күні бір бай дүниеден өткелі жатқанда ұлына бүйтіп айтады: сен әр жұма сайын қыз ал, сосын қала сайын үй сал, ас ішсең бал же, деп өсиет қалдырады. Сөйтіп бір күні әкесі дүниеден өтеді. Сосын ол өсиетін орындайды. Сөйтіп 3 жыл соны істеп, ақшасының бүкілі таусылып кетеді. Сөйтіп сосын ол кедей болып қалады. Бір күні далаға шығып серуендеп қайтайын деп шығады да бір тастың жанына отырады. Сосын бір шал келіп, одан сұрайды: неғып отырсың, дейді. Жай отырмын. Шыныңды айт, неғып отырсың десе, ештеңке айтпайды. Мен саған жақсылық жасаймын, шыныңды айт, дейді. Сосын менің әкем дүниеден өткелі жатқанда маған өсиет қалдырған. Қандай өсиет? Бірінші өсиеті жұма сайын қыз ал, екінші өсиеті қала сайын үй сал, үшінші өсиеті аш ішсең бал же, дейді. Сөйтіп ол шалға айтады: мен соның бәрін орындадым, 3 жылда менің ақшам таусылды, сосын осындай күйге жеттім, дейді. Сосын шал айтады: сенің атаңның айтқан өсиетін дұрыс түсінбепсің ғой. Ол саған бірінші өсиетінде жұма сайын қыз ал дегенде, әйеліңмен тату-тәтті бол дегені. Ал екінші өсиетінде қала сайын достарың көп болсын дегені. Ал үшінші өсиетінде еңбек ет, оның жемісі балдан да тәтті болады дегені. Сөйтіп әкесінің айтқан өсиетін енді түсініпті.